Бүгінде кәсібін ашып, ісін дөңгелетемін деушілерге мемлекет тарапынан барынша қолдау көрсетілуде. Осы негізде ауданымызда кәсіпкерлік саны артып келеді. Жетісай ауданында халықты жұмыспен қамту орталығының мәлімдеуінше 2021 жылғы жылдық жоспар артығымен орындалған. Яғни өткен жылдағы жоспар аясында кәсіптік оқыту негіздері бойынша 310 азамат оқытылуы тиіс болатын. Алайда жоспар артығымен орындалып 340 азамат оқытылды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы бизнес бастау жобасын 2017-2021 жылдардағы оқу үдерісін еңбек бағдарламасы аясында жүзеге асырып келді. Бизнес бастау жобасы нақты жұмыссыздарға және кәсіпкерлікті енді бастаған жандарға арналған тың жоба. Еліміздегі карантиндік режимге байланысты өткен жылы оқу бағдарламасы онлайн форматта жүргізілді. Десе де жолын білмей жаңалықтан құр қалған жандар да жоқ емес. Қайда кімге барып өтінім берерін білмей жүргендер көп дейді сала мамандары. Егерде мынау онлайн форматта тіркелетін болса, ол atamiken.ru сайтында өзінің жәндегі ЭЦП күлші арқылы оқуға тіркеледі. Жас шектеу жоқ, жәндегі 18 жас пен жәндегі 63 жас аралығында оқуға тіркеле береді. Жұмыспен қамтуға барып, жұмыссыз болып тіркеліп, сол жұмыспен қамтудан барып жолдама алып, жеке куәлігімен оқу басталатын уақытын жәндегі интернет желілерде, Facebook, Instagram парақшаларында бәрі жарияланады. Үйінде отырып, жәндегі тіркеле береді. atamiken.ru сайтына кіріп, өзі сол жерден жәндегі сабағы сол жерден ашылады, өзінің жәндегі мұғалімі болады, онлайн форматта өтетін. Қатысушы оқу барысында жоба дайындап, қорғап шыққан жағдайда 555.600 теңге көлемінде қайтарымсыз грант ұтып алуға болатын. Ал 2022 жылы бұл сома көлемі 2 есе артты деуге болады. Сондай-ақ тың идеясымен көзге түсіп, жобаны сәтті қорғап шыққан қатысушыларға берілетін сертификатпен қатар, ары қарай 2 миллион мен 5 миллион аралығында 6% жеңілдікпен несие рәсімдеу мүмкіндігі де бар. Мәселен, былтырғы жылы ауданымызда 9 азамат осы несиемен кәсібін мейлінше кеңейтіп үлгерсе, бизнес бастау жобасымен 350 азаматқа жолдама берілген. Бұл жөнінде Жетісай аудандық халықты жұмыспен қамту орталығының бөлім басшысы Наурыз Манқараев мәлім етті. Бастау бизнес жобасына жолданды 350 азаматымыз. Қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 173 азамат оқып, аяқтап куәліктерін алды. Және мемлекеттік жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар 587 азамат алды. Қазіргі таңда барлықтары жұмыстарын жүргізіп жатыр. Және бастау бизнес жобасына жоспарымыз 310 азаматты оқыту жоспарлануда. Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грантқа 214 азаматты жоспарлануда қаржыландыру. Биылғы жылға комиссия құрамы бекітіліп, алдағы уақытта жұмыстар жүргізілетін болады. Осы сала бойынша биылғы жылы оң өзгерістер орын алды. Айта кетер болсақ, 2021 жылдың аяғында еңбек бағдарламасы күшін жойып, 2021-2025 жылдарға кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы болып қайта іске қосылды. Сонымен қатар жастар практикасы 6 айдан 12 айға ұзартылып, айлық деңгейі 91.890 теңге көлемінде ұлғайса, қайтарымсыз грант көлемі 1.225.200 теңгеге өсті. Мадина Нұрланқызы, Жеңіс Сыдықов, ақпарат Жетісай ауданынан.